Ассалаумағалейкум зиялы қауым. Бүгінгі кезекті видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын тақырып өте маңызды, яғни инвестиция. Яғни өзіңіздің бизнесіңізге қалай инвестиция тартуға болады. Және инвесторлар олар кім? Не үшін инвестиция бизнеске тарту тиімді? Осы тақырыпты қозғаймыз. Біріншіден біліп қойыңыздар. Инвестиция деген қайырымдылық қор емес, сізге тегін ақшаны береді, сол ақшамен сіз бизнес жүргізесіз деген сөз емес. Ол инвесторлар кез келген адам, ол мен болсын, сіз болсын, кімде азғантай ақшасы болса да, сіздің бизнеске салады, содан пайда болса, сіз инвестормен бөлісесіздер. Осы ұғымды түсініп алайық, Енді сұрақ, жалпы инвестор деген кім? Және де инвестор қалай ол инвестор бола қалды, Инвестор бұл өзіміз сияқты, өздеріңіз сияқты айлықта жүрген адам. Негізінде ол да ол этаптан өткен. Яғни айлық алып жүрген адам. Айлық алып жүрген кезде инвестор да ешқандай жауапкершілігі жоқ. Яғни үлкен пайда жоқ. Бар уақытын сол жұмыс істеп жүрген жерде құртады, Енді бір уақытта ақшаны жинайды, пайдаларды жинайды, бір күні оған ой келеді. Жаңа бірінші этап айлықта жүрген. Екінші этап жинаған ақшасын бір күні бизнес ашайын деген бір ой келеді де, ол бір кәсіп ашады. Сол кәсіпке өз ақшасын салады, яғни өзі жүгіріп бастайды. Яғни өзі цех ашады, өзі производствосымен айналысады, өзі даже сотрудник болып кетеді, өзі юрист болып кетеді, өзі бухгалтер болып кетеді. Жалпы 90% энергиясын, уақытын сол бизнеске арнайды. Немесе сол кәсіпке бөледі, Тек қана 10% бос болуы мүмкін. Сондай этаптан ол кәсіпкер 3, 4, 5 жыл уақыт өтеді. Енді кішкене ойлана келе оған ақша түсіп бастайды, жақсы пайда түсіп жатыр, бірақ шаршайды. Шаршағаннан кейін қандай этап? Үшінші этап, ол уже бизнесмен деген этап. Ол жерде қандай ой келеді ода? Блин, көп уақыт кетті, көп энергиям кетіп жатыр. Мейлі ақшасы құрсын, сөйтеді, жұмысшылар алып бастайды. Уже юрист алады, уже бухгалтер алады, уже жақсы специалистер жұмысшыларды алады, уже даже зам директор алады, және управляющий алады. В принципе, уақыты да энергиясы кішкене кетпейді, бірақ соның өзінде 60% энергиясы уақыты сол бизнеске кетеді. Ол уже үшінші этап. Сол үшінші этапта шамамен 5 жылдан 10 жылға дейін жүреді. Но сол 5 жылдан 10 жылға өткен кезде тағы қандай неден өтеді, эмоциядан? Ол уже выгорание болады, энергиясы кете бастайды, ақшасы түсіп жатыр. Бірақ уже қандай осы жерде инвесторлық, яғни мировоззрение или көзқарас пайда болады. Яғни не дейді? Осы шаршадым, в принципе, өзім бизнесіма бір учредитель алайын, болмаса бір партнер алайын, соған үлесті бөлейін да, менде, в принципе, 20%-дан 40%-ға дейін доля қалса жеткілікті дейді, не? Бизнестен шығады. Қараңыз, бизнестен шығады. Осы жерден бастап, бизнестен шыққаннан бастап, ол уже инвестор бола бастайды. Түсінікті? Бизнесі жүріп жатыр, ол жақта кішкентай ғана долясы бар, сол кішкентай доляның өзінде ода кәдімгі үлкен ақша. Бірақ не істейді? Қол тигеннен, қол бос болғаннан кейін басқа проекттерге, басқа бизнестерге мен ақша салып, одан да пайда көрейінші деген ой ода болады. Енді ойлаңызшы, осындай бүкіл этаптан, бүкіл қиындықтан өткен инвестор, сіз жаңа бала, жаңадан келген, жап-жас бала, әлі бизнеспен айналысып көрген жоқсыз. Бір Google таблицада болмаса Excel'де бизнес планды жазасыз да, маған осыған 10 миллион теңге ақша керек десеңіз, қалай ойлайсыз? Сіздің түріңізге қарап, сіздің сөзіңізге қарап, сіз новичок болмаса опытный екенін спокойно анықтай ала ма? Әрине анықтай алады. Сол себептен осы жерден не түсінуіміз керек? Инвестормен шынайы боламыз. Және де шынымен де сіз бизнесті жаңа бастап жатсыз, болмаса опытыңыз бар, опытыңыз жоқ, қандай қиындықтары бар, соны бүкіл айтып беруіңіз керек. Сол кезде инвестор сізге сенген кезде сізге ақыл береді, шынайы болған себептен, және сізге подсказка береді. Түсінікті? Сол себептен инвестормен шынайы боламыз, бүкіл қиындықтарды, қандай плюс пен минусты инвестор ұсынған кезде айтамыз. Енді инвестордан ақша тартардың алдында қандай сіздерге дайындықтар қажет? Біліп қойыңыздар. Біріншіден, сізде уже сол жұмысты істеген бір опыт болу керек. Енді осыны тендерге салатын болсақ, тендерден сіз 50 мың теңге, 100 мың теңге, 200 мың теңгеге ұтқан 4-5 тендеріңіз болу керек.
егер де ешқандай тендер ұтпаған болсаңыз, инвестор сізді инвестордың өзінің тарапына мысалы ыңғайлы условияны сізге диктовать етеді. А егер де 200 мың теңгеден ұтқан тендеріңіз болса, сіз айта аласыз, вот бәсеке, мен 4-5 тендер ұттым, әрқайсынан 10 мың теңге, 30 мың теңге пайда көрдім. Енді мен өсуім үшін 500 мың теңге керек, немесе 1 миллион теңге керек деп ақша сұрай аласыз. Осы кезде өзіңізге ыңғайлы условияны оған диктовать етесіз. Түсінікті? Яғни принцип постепенности болу керек. Жайлап өсу деген бар. Бір инвестормен уже 500 мың, 1 миллион алып, онымен тағы бір өсіп аласыз. 1 миллионға дейін тендер ұтып аласыз. Содан пайда көріп инвестормен бөлісесіз. Потом келесі инвесторға өтесіз. Кімде уже 5 миллион, 10 миллион теңге бар. Оған уже 5 миллиондық, 10 миллиондық проекттер ұсынасыз. Онымен өсіп аласыз. Потом дальше не? 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион, 50 миллиондық инвесторларға ұсынасыз. Не деп ұсынасыз? Мен уже 10 миллион ұтып көрдім, 15 миллион ұтып көрдім. Енді өсу үшін маған 50 миллион теңге керек деп дәлелдерді оған көрсетесіз. Яғни инвестормен қандай не түсіндік? Инвестормен шынайы боламыз, және уже ұтқан дәлелдерді көрсетеміз, кейстер түсіндіреміз. Біз инвестормен өсеміз. Когда өз ақшамен істей берем десеңіз, то есть яғни көп пайда таба алмайсыз. Аз пайда табасыз. Масштабқа шығу үшін сіз инвестормен партнер болуыңыз керек. Сол себептен инвестормен дос болыңыздар. Дальше, инвесторды қаяқтан табамыз? Мен сіздерге айтайын. Ең бірінші, жалпы әлеуметтік желіде ашық болыңыз. Яғни Инстаграмда, ВК-да, Ютубта қай жақта өзіңіз көрсете аласыз. Мен, Бақытжан Кемалханұлы, тендермен 7 жыл айналысып жатырмын. Осыған дейін 5 миллиардқа дейін тендер ұтып тастадым. Дәл осылай Инстаграмға жаясыз өзіңіз туралы. Уже Инстаграм айтқаннан кейін сіздерге сене бастайды, көре бастайды. Ол бірінші. Екінші, кез келген жиналыстар, бизнес-завтрак, бизнес-жиналыстар, бизнес-қауымдастықтарға жазылыңыз, яғни бизнес-сообществода. Вот сол жерде инвесторлар жүреді. Инвесторлар қай жақта жүреді, сіз де сол жерде болыңыз. Үшінші, достарыңыз, ағайындарыңыз, туыстарыңыз, жұмыста әріптестеріңіз бірге. Оларда әрқайсыңызда ақша бар. 100 мың, 200 мың, 500 мың, 1 миллион теңге жинап қойған ақшалары бар. Енді сол сізге жақын адамдар сізге сенбесе, қалай ойлайсыз, инвестор сізге сене ме? Әрине сенбейді. Түсінікті? Дальше, төртінші, егер сіз бастық болсаңыз, сіздің қарамағыңызда істеп жатқан жұмысшылардың өздерінде де ақша бар. Түсінікті? Енді инвестормен кездескен кезде сіздің 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат әңгімеңізді естігісі келмейді. Сізде қысқа да нұсқа жеткізетін 3-4 сұраққа жауап беретін жауап болу керек. Яғни мен кіммін, немен айналысамын, яғни қандай пайда алып келемін, қоғамға пайдаңыз қандай. Осы 4 сұраққа тез жауап беруіңіз керек. Мысалы ретінде, сіз үлкен корпорацияда істесеңіз, ол жақта генеральный директор бар ғой, бірақ сол генеральный директорды кіру үшін 1-2 ай бұрын жазылуыңыз керек. И то жазылған өзінде сізді қабылдай ма, қабылдамай ма деген сұрақ болады. Қалай ойлайсыз, қай жерде кездесіп тез өзіңіздің мысалы ұсынысыңызды ұсына аласыз? Қалай ойлайсыз? Әрине лифт. Лифтте бәрі кездеседі, дұрыс қой, Сол лифт 30 секундта көтерілетін болса, 30 секундта өзіңіздің бизнес проекті ұсынуыңыз мүмкін болу керек. Түсінікті? Осыдан не түсінетіміз? Осыдан түсінетін нәрсе, сіз қысқа да нұсқа инвесторға маңызды жауаптар беруіңіз керек. Түсінікті? Келесі этап, инвестормен қандай доляға бөлісеміз? Максимальный инвестормен бөлісетін пайданың 40%-на дейін. Егер 50-50% болатын болса, ол сізде инвестор болмайды, ол сізбен бірге партнер болады. Партнер мен инвестордың айырмашылығын ажыратуымыз керек. Түсінікті? Инвесторге максимальный пайданың беретіні 40%. Яғни 20-дан 40%-ға дейін. Түсінікті? Осыны ұғып аламыз. Енді мынандай мәселе. Инвестормен кездестіңіз, инвесторге өзіңізді мысалы тендерді ұсынасыз ғой, мынандай тендер бар, 10 миллион теңге ақша қажет, 2 айда тендер жабам, ақша түседі 2 айдан кейін, таза пайда 3 миллион теңге деп айтасыз. Инвестор сізге былай айтуы мүмкін. Ой, тендерге салмаймын, ол жақта риск көп, лучше квартира сатып алып қойын, там криптовалюта салып қойын да, сондай сізге жауаптар айтады. Енді сіз талдай білуіңіз керек, қай бизнесте қандай пайда бар. Квартирада сразу айтайын, айына қанша ақша жұмсайсыз, соның үстіне айына 1%.
тендерде айына 15% болса, квартирада 1%. Бір жылдық инфляция 20% инфляциямен ол вообще минусқа кетіп қалады. Екінші, сол квартираны суточныйға берем дейді. Ол жерде 1-1,5%. Криптовалюта, там неше түрлі спекулятивный акциялар бар. Ол жақта риск көп. Қалай төмен түсуге, солай сияқты пайда табуға. Но в итоге көп адам нарықта минусқа кетіп жатыр, ақшаларын жоғалтып жатыр. Дәстүрлі бизнес. Ол не? Аяқ киім сату, магазиндер бар, неше түрлі сауда-саттықтар бар. Ол жақта айына 10%. 10 миллион теңге салсаң, айына 700-1 миллион теңге таза пайда. Яғни тендерден төмен, я? Машина алып қойсаңыз, машина алып қойын десеңіз, жаңа машина сатып аласыз қой, я? Қалай салоннан шықса, сразу 10% бағасы құны жоғалтады. Түсінікті? Франшиза деген нәрсе бар. Енді нақты қандай франшиза айтпай қойын бұл жерде, бірақ франшиза сатып алсаңыз, ол былай жұмыс істейді. Айтады, маған 10 миллион теңге берсең, сол 10 миллион теңгені 70-те 30 істейміз дейді. Яғни бір жылдың ішінде өз 10 миллион теңгені шығарып аласын, шығарып алғаннан кейін, бір жылдан кейін сізге уже 70% емес, уже 30% берем дейді. Сол 30% айына 5% шығады. В итоге тендермен салыстырсаңыз, қай бизнес болса да пайдасы аз. Түсінікті? Окупаемость өте аз. Өз ақшаның өзін бір жылдан кейін, 1,5 жылдан кейін шығарып аласың. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Осы криптовалюта, неше түрлі акциялар бар, квартираға салып қоясың, квартира сатып алып суточныйға бересің, неше түрлі обычный бизнестер, сауда бизнестері, немесе франшиза салып қойсаң, тендермен салыстырған кезде пайдасы аз. То есть осыны инвесторға айтсаңыз, да, инвестор ойланады, блин, шынымен де, в принципе, тендер бизнес жақсы екен дейді. И мен бұны не үшін айтып жатырмын? Кім тендермен айналса, тендер ұтып жатсаңыз, пайдасы жақсы, және инвестор ұсынсаңыз, инвестор өте бұл жерде қызығады. Вот прямо қызығады. И сізге инвестиция салу ықтималы көп. Просто оған дәлелдей білуіңіз керек. Сіз шынымен де оны лақтып кетпейтін оған көрсетсеңіз, уже ақшаны жайлап салып бастайды. А инвестиция арқылы масштабқа шыға аласыз. Бірінші бұл кім инвестиция тартатын адамдарға ақпарат, екінші кім инвестиция тендерге салсаңыз, бұл жақта пайда жақсы. Сол себептен өсіңіздер, масштабқа шығыңыздар, инвестиция тартыңыздар, инвестиция беріңіздер, пайда көріңіздер бірге. Осы видео пайдалы болса, видеомен бөлісіңіздер, комментарий тастаңыздар, лайк қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше баршаңызға сау болыңыздар.